Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театры дәстүрден жаңылмай жаңа маусымын Абай трагедиясымен ашты. Себебі Қуанышбаев шығармашылығындағы шоқтығы биік рөл дәл осы Абай бейнесі болатын. Жаңа маусымда ақынның жас кезін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Өтеуілов, ал есейген шағын еліміздің халық әртісі Тілектес Мейрамов сомдады. Алдағы уақытта театр өнер сүйер қауымға Шәмші Қалдаяқовтың өмірінен сыр шертетін жаңа туындыны тарту етпек. Серік Тұрғынбеков жазған пьеса желтоқсан айында көрерменге жол тартады. Сондай-ақ кішкентай бүлдіршіндерге арналған қиял ғажайыпқа толы спектакльдің тұсауын кесуді жоспарлап отыр. Жаңа жылдан кейін де біздің алда біраз жоспарлар бар. Соның ішінде мен Оралхан Бөкейдің «Мынау аппақ дүние» деген шығармасын инсценировкасын жасап қойдым. Құдай берсе, оны осы январь айында бастаймыз. Алдымызда үлкен жоспарлар бар. Сол жоспардың бірі осы ертеңгі болатын спектакль «Аққудың көз жасын» келер жылы Лондон қаласына, Англияға шақырып отыр. Соған барамыз ба дейтін үмітіміз, жоспарымыз тұр.